бәріміз Аллаға разы емеспін деп айтуға болмайды. Құдай адамды өз шамасына қарай жатқан. Біреу ойлап қалмасын, неге мен үлкен болмадым деп. Неге кішкентаймын мен деп. Алланың хикметі ол. Мүмкін оған үлкен қылса, ол басқаша болуы мүмкін. Немесе ол біреуді Алла тағала бай демес, кедей демес, орташа қылып қояды. Неге? Білет Алла оған соның қажеті сол оған. Ол сөйтіп Құдайды, мүмкін оған байлық болған Құдайын танымай кәпір болып кетеді. Алла тағала оның тағдырында пешенесіне момын болып жан тартып жәннатқа кіреді деп жазған болса, ол ондан шығып кетпейді. Сондықтан адам басына жазылған тағдырға разы болу керек. Біз ойлаймыз, сондықтан Құранда айтады, сендер кейбір нәрсені жақсы көресіңдер дейді. Ол сендерге жаман болып шығуы мүмкін дейді. Сендер кейбір нәрсені жек көресіңдер дейді. Ол сендерге қайырлы болуы мүмкін дейді. Біз ойлаймыз, бір шіріген бай болсақ дейміз. Мүмкін ол бізге қайырсыз шығар, Алла біледі. Мүмкін сен намазға келмей қалатын шығарсың. Сондықтан мынадай хикмет бар. Ибн Атаилла Сакандар айтады, жақсылап санада түйіп алыңыздар. Не дейді? Алла бір нәрсені берсе дейді, саған дейді, онда сені көп нәрседен тосып қояды дейді. Ал Алла саған бермеген болса дейді, онда саған көп нәрсені беріп қойған болады дейді. Қалай түсінесіздер? Мысал, мансабымыз жоқ, дүниеміз жоқ, бір елді тіреп тұрған, атақ абыройымыз жоқ, біз ойлаймыз ештеңеміз жоқ. Бізге Алла көп нәрсені беріп қойған. Ал керісінше біреуде абырой бар, атағы бар, мансабы бар, дүниесі бар, мемлекет тіреп тұрған, әлемді тіреп тұрған. Бірақ олар көп нәрседен қалып болды. Бірақ екеуі де мұсылман. Қараңыздар, дүниесі бар мұсылман 5 уақыт намазға келемейді. Түсіндіңіздер ме? Оған Алла берді, бірақ оны көп нәрседен тосып қойды. Тек жұмасына бірде, немесе 2 жұмада бір келеді, қол тисе бітті. Мансаптағы адам да солай. Министр намаз оқитын министр қазір намазға келе ме? Келемейді. Банкир келе ме? Келемейді, мұсылман бірақ. Жұмысы бар, шыға алмайды, жұмыс уақыты деген сияқты. Бізге ондай мансап ештеңе жоқ, рахат. Мешітке келесің, дәріс тыңдайсың, оқисың, жатасың, оразаңды ашасың, мешітпен имаммен келіп ауыз ашасың, сәресі де жүрсің, тахажжуды бар, тарауқы бар, бәрін рахат. Бірақ қарасаң, бізге ештеңе бермеген сияқты да, бірақ бізге көп нәрсені беріп қойған. Ал біреулерге беріп қойғанда, оларды көп нәрседен тосып қойған. Қара, мына жерде айтқан, ол Алланы зікір ететін отырыстарға періштелер түседі деген. Ол жердегі отырғандардың күнәлары кешіріледі деген. Көрдіңіздер ме? Сондықтан Алла біреуге бермеді ме, оған көп нәрсені берген. Демек, оның намазға қол тиеді, қача аптасына күнде болмаса да 2 күнде бір мешітке соғып кетіп отырады, рухани нәр алып отырады. Ал дүниедегі адам, мансаптағы адам, ол не төлке мешіттің намазда оққан, ол намаздарының өзін уақытына зорға үлгеріп оқып жүреді. Сондықтан Алла біреуге берсе, оны көп нәрседен тосып қойды дейді. Ал Алла біреуге бермесе дейді, оған көп нәрсені беріп қойды деген сол. Біз ойламайық. Біз материалдық тұрғыдан бермеген шығар, бірақ Құдайға шүкір, бізге көп нәрсені беріп қойды. Мешітке келуі жоқ дегенде күніне бір рет жамағатпен оқып кетесің, ол үлкен бақыт. Жоқ дегенде күніне бір намазымыз жамағатпен өтеді, бұл бақыт. Не деген бақыт ол? Ал енді біреуінкі 2 мезгіл өтеді, жоқ дегенде күніне. Біреулер бар, субханалла 4, біреулер бар, 5 мезгіл оқып кететіндер бар. Құдай берді дейді бұларға мәні. Сондан Құдай ақыретті берген олар. Келесің, Құраныңды оқитын, зікіріңді жасайсың, үйге барасың, бала шағаңмен, машалла, қыдырасың, ешкімнен қорықпайсың, рақат қоя. Сондықтан көрдіңіздер ме? Сондықтан Алла тағала бір адамдарға береді дейді, одан көп нәрсені тосып қояды дейді. Ол мысалы, қазір сен министр болып кетсең, сен білесің жамағатпен оққан сауапты екенін, бірақ уже келе алмайсың бұл мешітке. Болды. Жұмыстағы адаммын дейсің, үйіңде оқисың. Сосын айтсын, қой енді бірле жұмаға қатысып қойын дейсің. Жұмаға баруың өз сенің жыр, шулатасың, біреу келеді дейді, анау келеді, кіретін жерін дайындайды, министр болсаң солай. Кіріп тұра салмайсың оған жерге.